Сабақтың тақырыбы табиғат құбылыстары. Грамматикалық тақырып: жалпы және жалқы зат есімдер, деректі және дерексіз ұғымдардың атауы, күрделі атауларда тәуелдік жалғауының атауы. Жалпы және жалқы зат есімдер. Жалпы есімдер деп тілдегі әр алуан, деректі және дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін зат есімдер аталады. Мысалы, айна, ағаш, ат, арба, бас, бала, ақыл, сана, түсінік, отын, су, тау, қыр сияқты зат есімдердің бәрі де жалпы есім болады. Жалпы есім деп белгілі бір ғана затты арнайы, таралап айтатын зат есімдерді айтамыз. Мысалы, кісі есімдері, үй хайуанаттарына берілетін атаулар, өндіріс, мекеме, ұйым аттары жалпы есімдерге жатады. Мәселен, кісі аттары Асқар, Алтай, Арлан, Ағыбай. Үй хайуанаттарына берілетін атаулар Тайбурыл, Ақтабан, Ақтөс, Таймас, Теңбілкөк. Өндіріс, мекеме, ұйым аттары Еңбек, Қайрат, Түрксіб, Қажымұқан деген. Жалпы зат есімдер жалқы есім және жалпы есім болып бөлінеді. Жалпы есім жалқы есімдерден басқа зат есімдердің баршасын жалпы есім деп атайды. Ал жалқы есім бас әріппен жазылады. Кісінің аты жөні, жер-судың аттары, жан-жануарларға қойылатын атаулар жалқы есім деп аталады. Деректі, дерексіз зат есімдер. Айналада құбылыстар мен заттардың адамға танылуы әртүрлі. Олардың бірін қолмен ұстап, көзбен көруге болады. Ал енді бірін оймен, ақылмен ғана сезіп білеміз. Осындай ерекшелігіне байланысты зат есімдер деректі және дерексіз болып бөлінеді. Нақтылы тануға, көруге болады зат атауларын деректі зат есім деп атаймыз. Мектеп, қағаз, кеме, қалам, ағаш, бәйтерек және тағы басқа. Көзге көрінбегенімен адамның ойлауы нәтижесінде танылатын құбылыстар, ұғым атаулары дерексіз зат есімдер деп аталады. Мысалы, сана сезім, адамгершілік, қуаныш, парасат, ақыл және тағы басқалар. Деректі болсын, дерексіз болсын, екеуіне де кім, не деген сұрақтар қойыла береді. Тәуелдік жалғау, яғни әдетте бір заттың басқа бір затқа меншікті, тәуелді екенін білдіретін қосымша. Лексикалық мағынасында негізінде зат есімге тән қосымша бола тұрса да, зат есім қызметін атқаратын, яғни субстантивтенетін, заттанатын сөздердің барлығына тәуелдік жалғау жалғана береді. Мысалы, әкем, дәптерім деген сөздер зат болса, түйенің үлкені өткелде таяқ жейді деген мақал сөйлемдегі үлкені сын есім субстантивтеніп тұр. Ердің екі сөйлегені өлгені, еменнің иілгені, сынғаны деген сөйлемдегі сөйлегені, өлгені, иілгені, сынғаны деген сөздер зат есім орнына қолданылып тұрған есімші формалар. Жекеше және көпше түрде тәуелдену. Сөз жекеше де көпше түрде де тәуелденеді. Егер сөз немесе зат жекеше түрде тәуелденіп тұрса, бір зат бір адамға я затқа тән екендігін, меншікті екендігін білінеді. Ал сөз немесе зат көпше түрде тәуелденіп тұрса, көп зат я бір тектес бірнеше зат бір адамға я затқа ғана меншікті екендігі білінеді. Тәуелдіктің бұл түрі оңаша тәуелдеу деп аталады. Мысалы, бірдің тәжірибесі көптің игілігі. Байлықтың атасы еңбек, анасы жер деген сөйлемдердегі тәуелдік жалғауының қосымшалары. Жалғанған сөздерді тәуелдік жалғауларынсыз қолданса, сол сөйлемдердегі сөздердің қиюлары кетіп, олар өзара үйлеспей, қисындаспай тұрады. Сөздердің тәуелденуі, жақтар, яғни бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ, және де жекеше және көпше түрде тәуелденуі. Зат есімнің тәуелденуі. Бірінші жақ жекешеде менің апам, сенің апаң, екінші жақтың сыпайы түрі сіздің апаңыз, үшінші жақ оның апасы.
Зат есім көпше түрде біздің апамыз, сендердің апаларың, сіздердің апаларыңыз, олардың апасы. Сын есімнің тәуелденуі менің аппағым, сенің аппағың, сіздің аппағыңыз, оның аппағы. Біздің аппағымыз, сендердің аппақтарың, сіздердің аппақтарыңыз, олардың аппақтары. Сан есімнің тәуелденуі менің бесім, сенің бесің, сіздің бесіңіз, оның бесі. Біздің бесіміз көпше түрде сендердің бестерің, екінші жақтың сыпайы түрінде сіздердің бестеріңіз, олардың бестері. Етістік, тұйық етістіктің тәуелденуі менің айтуым, менің барғаным, сенің айтуың, сіздің айтуыңыз, оның айтуы. Көпше түрде біздің айтуымыз, сендердің айтуларың, сіздердің айтуларыңыз, олардың айтулары. Бірінші жақтың қосымшалары мыз, міз, ымыз, іміз. Екінші жақ көптік жалғау ың. Екінші жақтың сыпайы түрі көптік жалғау ыңыз, іңіз. Үшінші жақта түбір с, түбір және қосу көптік жалғау